Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше сабақ болғалы жатыр. Бүгін мен сіздерге Google-ға жарнама жасауды үйретейін деп жатырмын. Яғни, көбінің сұрауы бойынша Google-ға жарнаманы қалай жасайды? Оны қай жерден настроить етеді, немесе оны қалай шығарады? Және де жарнамаға Google-да қанша ақша алады деген сұрақтар бар. Мен осындай сұрақтардың барлығын бір жинап, топтастырып, сіздерге бір қысқаша сабақ жасайын дедім. Яғни, Google-ға жарнама беру дегеніміз не? Мысалға, мен сіздерге түсіндіріп кетейін, ол үшін экранға өтейік. Кеттік. Мысалға, біздер банкетный зал іздейтін болсақ, біздер Алматыдағы банкетный залды іздейміз. Мысалға, банкетный зал Алматы кетті. Міне көріп отырсыздар, барлығы 4 жарнама тұр. Ең бірінші бетте көріп отырсыздар. Одан кейін төменге түсірсек, ең астында тағы да жарнамалар тұр. Көріп отырсыздар ғой. Тап осындай жарнамаларды қалай жасауға болады? Немесе бұдан басқа тағы да әртүрлі жарнамалар бар. Мысалға, суши Алматы дейді. Көріп отырсыздар, бірнеше жарнама шықты. Яғни бұның барлығы ақылы жарнамалар. Көріп отырғандарыңыздай астында реклама деп шығып тұрады. Ал мына қалғандары бұл SEO оптимизациямен жасалынатын жарнамалар. Яғни SEO оптимизация дегеніміз ол сайттың ішкі құрылымы. Яғни сол арқылы, ішкі настройкалар арқылы, тағы да басқа версткалар арқылы, посещениеға байланысты бұл сайттар іздеген кезде топта өздері шығып тұрады. Бұл тегін жарнаманың түрі. Көріп отырғандарыңыздай самурай суши, джинджер суши дейді, тағы да манго суши. Бұның барлығы SEO оптимизациямен шығып тұрғандар. Бұлар ақша төлемейді. Мына картаны да қолдануға болады. Бұның барлығы тегін, көріп отырғаныңыздай. Тек бұл жерде ақылы басында және бірінші беттің аяғында шығып тұратын 3-4 жарнама. Яғни көріп отырғандарыңыздай реклама деп жасылмен қоршалып тұр. Бұл адамдардың психологиясына байланысты. Өзіңізде орныңызға қойып көріңіз, кез келген жарнаманы іздеген кезде сіз бірінші, екінші немесе үшінші тұрған жарнаманы басасыз. Сол арқылы олардың сайттарына өтіп, сол жерден танысып, прайспен танысып, сосын заказ беріп, ар жағында адамдармен сөйлесіп, сосын жаңағы өнімді пайдаланасыз деген сөз. Яғни, егер сіздің компанияңыз осындай мұқтаждыққа ие болса, Google-ға шығарам десеңіз, онда осы видеоны соңына дейін қараңыздар, мен сіздерге қалай настроить ету керектігін үйретемін. Ендеше, біздер бұндай жарнаманың түрін Google AdWords сайтымен жасаймыз. Ол үшін біздер AdWords.google.com деген сайтқа өтеміз. Бұл жерде менің ашылған кабинетім бар. Сіздерге тек өздеріңіздің жеке кабинетіңізді ашу керек. Мен уақытты созбай қояйын. Оны ашудың қалай ашу керектігі, қалай жасау керектігі жөнінде миллион видео бар YouTube-та, орысша видеолар. Егер тіптен аша алмасаңыз, онда басқа жолы келесі сабақтарында мен қалай ашу керектігі жөнінде түсіндіретін боламын. Яғни, сіз комментарияға жазып кетіңіз, мен аша алған жоқпын, кабинетті қалай ашу керектігін үйретесіз бе деп жазып жіберсеңіз, болды. Келесі видео соған арналуы әбден мүмкін. Ендеше, егер сіз ашып алсаңыз, Google AdWords-қа тіркелсеңіз, оған тек Google почта болу керек, gmail.com деген. Сонымен тіркейсіз. Сол жерден өзіңіздің сайтыңызды жазасыз, одан кейін телефон номер, карточка, ел барлығын таңдайсыз. Сосын бір белгілі бір ашу үшін бір қысқа ғана рекламаны қосып, бірақ оны кабинетке кіргеннен кейін қайтадан тоқтатып тастасаңыз болады. Бұл оңай жолы. Оны жасау барысында түсінесіз. Тек сұраған нәрсесін толтыра берсеңіз болды. Ендеше біздер Google-ға кіреміз. Менде мына жерде бірнеше аккаунт бар. Қазір өздеріңізде көресіздер. Мінекей осы жарнамалардың түрлері. Мысалға мен бір Ақбата деген жүріп тұрған жарнамаға қосайын. Ақбата рестораны. Бұл жерде ақша төлеу керек екен. Яғни
оған қатты мән бермей қойыңыздар. Бұның ақшасын төлеу үшін тек устранить проблему деп ар жағынан карточкадан ақшаны төлеп жіберу керек болғаны. Осы енді біздер Google-ға өзіміздің жарнамамызды шығару үшін ең бірінші компания ашамыз. Компания дегеніміз бұл сіздің негізгі мақсатыңыз, және де қандай жарнаманы шығару керектігін сол жерден таңдайсыз. Ол үшін біздер компания дегенге өтеміз. Соны басқан соң біздерге плюс деген батырма тұр. Плюс компания, яғни компания создать ету керек, ашу керек. Новая компания. Сол жерден біздерге бірнеше таңдау беріліп тұр. Өздеріңіз қарасаңыздар басқан кезде барлығы анықтамасы шығады. Өздеріңіз жеке-жеке танысып алсаңыздар болады. Не үшін? Мысалға, узнаваемость бренда и охват дейді. Бұл тек қана көрсету үшін. Бұған КМС жарнамалар кіреді. Баннерлі, суретті жарнамалар. Солны таңдап сіз суретпен жарнама жасай аласыз. Мысалға, кез келген сайтта жанында тұратын жарнамалары, мысалға айтатын болсақ, Каспийдің жарнамалары, Ламодан жарнамалары артымыздан қалмайды ғой. Сол сияқты жарнамаларды осы жерден таңдап, сол жерден баннерлі жарнамаларды шығарасыз, өзіңіздің тауарыңыздың суретін қойып. Ал біздерге қазір трафик веб сайта дегенді қойып, яғни Google-ға бірінші шығару үшін осыны басамыз. Одан кейін бұл жерде мақсат трафик веб сайта деген. Бұл сіздің сайтыңызға адамдарды неғұрлым көп кіргізу. Енді осының ішінен поисковая сеть деген бар, яғни іздеу жүйесі бойынша басамыз. Мысалға, бұл жерге бір сайт жазу керек, біздің өзіміздің жеке сайтымызды. Мен көп ойланбай-ақ қояйын, өзімнің жеке каналыма кіріп, сол жеке каналымның ссылкасын қоя саламын. Ол да сайт болып саналады. Сондықтан оған қатты мән бермеңіздер. Кеттік. Бұл жерден видеоның да настройкаларын жасауға болады, яғни YouTube-ға жарнаманы. Енді нақты қандай тауарға жарнама жасаймыз, соны ойланып алайық бірінші. Ендеше менің ойымша қазір наурыз айында мереке көп, мейрам көп, сондықтан подарка көбіне сыйлықтар іздейді. Ер жігіттер қауымы, әйелдер қауымы 22 наурыз келе жатыр, немесе бүгін 8 наурыз күні түсіріп отырмын, бірақ та бұл видео алдағы уақытта шығатын болады. Сондықтан біздер подаркаға байланысты жасаймыз. Подарки деп өзімізге ыңғайлы болу үшін жаттап алайық. Кетті. Содан соң поисковая сеть немесе КМС, контекстная медийная сеть дейді. Бұның КМС-ін алып тастаймыз, бізге баннерлі жарнама керек емес, тек қана іздеу жарнамасы. Одан кейін біздер өзіміздің мекен жайымыз таңдаймыз. Мысалға, Қазақстан, одан кейін Алматы қаласы бойынша жарнаманы жібереміз. Көріп отырғандарыңыздай, охват бойынша 2.530.000 адам, яғни аккаунт бар екен. Бірақ ол рас өтірігі қаншалықты шын екен әлі белгісіз, сондықтан нақты 2,5 миллион адам бар деп айта алмаймыз. Жай өлшемі. Сондықтан осыдан кейін біздер қандай адамдарға көрсетеміз деген сұрақ пайда болады. Бұл осы Алматы қаласындағы нақты сол адамдар, және де соға тауарға қызығатын адамдар. Содан кейін нақты осы өңірдегі адамдар, одан кейін біздің өңірді, Алматыны іздеген адамдар. Бізге біріншісі жарай береді. Исключить деген бар. Бұл жерден біздер біріншісін таңдаймыз, өйткені бізге Алматыдан басқа адамдар керек емес. Келесіге кеттік. Тіл таңдау керекпіз. Тіл таңдаған кезде бұл жерде тек қана орысшасын таңдаймыз, ағылшынша таңдауға болады. Енді ағылшынша сөздермен ізделінетін болса, қазақша тіл жоқ. Мысалға қарайтын болсақ, қазақша тіл жоқ. Көріп отырғандарыңызда қазақ тілі әлі Google-ға енген жоқ. Сондықтан да біздер қазақша жарнамаларды жібере алмаймыз. Осындай бір кемшілігіміз бар. Енді аудитория деген таңдаймыз. Аудитория дегенге біздер кімге жібереміз, кімге көрсетеміз деген сұрақ пайда болады. Сол жерден біздер нақты демографиялық данныйларға байланысты таңдасақ болады. Мысалға, біздің өзіміздің портреттеріміз. Балалары бар, семейный положение, мысалға семейный положение болу керек. В браке деп таңдаймыз. Одан кейін
в поиске дейік. В поиске керек емес, в отношениях. Өйткені іздеп жүрген адам навряд ли сыйлық сыйлайды. Тағы да басқа барлығын қарай берсеңіздер болады. Выбор целевой аудитории для этой компании. Таргетинг. Ранее таргетинг назначен ставок. Судить охват. Рекомендуется наблюдение. Мысалға соны қояйық. Бюджет. Күніне сіздер өзіңіз бағасын қоясыздар. Яғни бұл Google қанша ақша алады дегенге сіз өзіңіз бағаны қоясыз. Яғни сіз күніне 2000 теңге жарнамаға жоям десеңіз Google'дың, онда сіз 2000 теңгені қоясыз. Мысалға, ол примерно $5 делік. $5 2000 теңгенің айналасы. Сондықтан біздер бұл жерге $5 деп қоямыз. Және де соған сәйкес біздер адамдарды сайтқа кіргіземіз. Яғни біздің подаркаларды алатын сайтқа кіргіземіз. Сондықтан бұл жерде қанша адам кіреді деген сұрақ пайда болады. Оны біздер қазір аналитика бойынша көреміз. Яғни қандай кілттік сөздің бағасы қанша тұрады. Егер ол сөздер, ізделінетін сөздер көп ізделінетін болса, яғни олардың ізделіну бағасы болады әр сөздің. Мысалға, суши Алматы десек, біздерге $1 шығарып беру мүмкін, бір басқан үшін. Ал ол басқан адам олса сушиді ала ма, алмай ма деген сұрақ. Сол сияқты бұл жерде де біздер мысалға подарки Алматы деп жазамыз. Подарки Алматы деген просто жай ғана сувенирі Алматы дегеннен қымбат болуы әбден мүмкін. Түсінікті ғой. Сондықтан біздер оның барлығын әлі алдағы функцияларда қарайтын боламыз. Келесі. Клик деген бар. Яғни бұл жерде клик үшін төлейсің бе, тағы да басқалар. Конверсия деген бар, және де показ дегендер. Бізге клик керек, яғни бізге тек қана сайтқа өткен адамдардың саны керек. Сол үшін біздер клик таңдаймыз. Неғұрлым көп клик болғаны жақсы. Енді келесі бөлім, бұл жерде біздер кликтің максималды бағасын қоямыз. Клик дегеніміз, тағы да түсіндіріп кетейін, клик дегеніміз бұл сіздің жарнамаңызды көріп басқан адам, басқан саны. Мысалға, бір адам 2 рет іздеп, 2 рет басатын болса, онда 2 клик болып саналады. Бірақ ол бір адам іздеген. 3 рет басатын болса, онда 3 клик болып саналады. Оның барлығы клик деп аталады. Сондықтан сіздер 6 клик болып, маған 6 адам кірді деп ойлап қалмаңыздар. Сондықтан бұл жерден максималды кликтің бағасын қоямыз. Мысалға, мен 0,3 қоям. Бұл 3-тен 1. Мысалға, 100 теңге максимум. Немесе қоя алам 25 деп. 0,25 деп. Бұл максималды клик, яғни бұдан артық ақша алмайды клик үшін. Соған сәйкес, егер клик қымбаттаған жағдайда, бұл жерде сіздер астында тұрып қалуыңыз мүмкін. Яғни бұл Google-дың жарнамасында, мысалға мына кіретін болсақ, бұның барлығы аукцион түрінде өтеді. Аукцион дегеніміз, енді өздеріңіз білесіздер, бағалардың бақталасы десек те болады. Яғни мына бірінші тұрған сушидің рекламасы, бағасы мыналардан көп болуы мүмкін бағасы. Яғни бұлар жаңағыдай максимальный цена за клик дегенде 0,25 емес, 0,3 деп қойды, ал қалғандарды 0,25 деп қойды деген сияқты. Мысалмен келтірсем түсінетін боларсыздар. Ендігі келесіде қосымша ссылкалар қоюға болады. Мысалға мына жерде көрсеткендей бесплатная доставка деген көк жазумен тұр, суши и роллы деген тұр. Бұның барлығы қосымша ссылка деп саналады. Дополнительные ссылки. Уточнение деген бар. Уточнение дегеніміз бұл мына жарнаманы көргенде большие порции, типы, суши, роллы, сеты, супы, бесплатная доставка. Бұның барлығы уточнение болып табылады. Сосын номер телефона. Номер телефона басқа. Мысалға, мен аламда бір белгілі номерді қоя салам. Номер телефона добавить. Елді таңдаймын. Қазақстан. Қазір Қазақстанға жетіп қалдым. Қазақстан +7 мен шығарып береді. Одан кейін 0 осыны номерімді қоямын. Мобильное устройство дейді, яғни телефонда тұру керек.
Өйткені маған звондайтын адамдар телефонмен звондайды. Және де іздейтін адамдар да телефонмен іздей береді. Уақытын қойсаңыздар болады. Мысалға, сіз таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін жұмыс істейтін болсаңыз, сол таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін деп қоя аласыз. Яғни сол уақыт аралығында ғана сіздің телефон номеріңізді көрсетеді. Кеттік. Келесі расширение объявления. Бұны таңдамай-ақ қояйық. Сохранить, продолжить. Бұл жерге енді бізге группа объявленияның настройкасы ашылады. Группа объявления 1 деп жаза саламыз. Бізге тек қажеті кілттік сөздерді енгізу. Кілттік сөздерді енгізу үшін, мысалға, біздер дайын Google-дың шығарып берген кілттік сөздерін пайдалана аламыз. Қысқа ғана сіздерге түсіндіріп кетейін. Ол үшін біздер подарки Алматы деп жазамыз. Сол кезде бізге подарки на 8 марта Алматы, оригинальные подарки, сувениры Алматы, магазин подарок. Осылай қосамыз. Көріп отырғаныңыздай мына жерде көрініп тұр. Осылай кілттік сөздер таңдаймыз. Өзіңізде кілттік сөздерді жеке таңдасаңыздар болады. Ең көп ізденілетін. Оның статистикасын бөлек жерден қарайды. Оның барлығына тоқталып отырмай-ақ қояйын. Сондықтан сохранить и продолжить дегенді басамыз да өтеміз. Жарнамалар шығып кетіп жатыр. Новое объявление. Бұл жерге біздер ссылка қою керекпіз. Сайттың ссылкасы, мен енді сайтым болмаған соң тауардың, сондықтан сіздерге мысал ретінде YouTube-ның ссылкасын қойып отырмын. Енді заголовок. Заголовок таңдау үшін не істейміз, қандай сөз жазамыз? Ол үшін мен басымды қатырмай-ақ қояйын. Қазір подарки Алматы деген кезде қандай жарнама шығады, соны көрсете саламыз. Жарнама жоқ екен. Подарки Алматы деген кезде. Мысалға, мужские подарки Алматы. Тағы да жоқ. Яғни бұл нарық әлі бос деген. OLX-тің жарнамалары Google-ға шығып тұр, оны өздеріңізде көріп отырсыздар. Яғни OLX-тің SEO оптимизациясы жақсы жұмыс істейді, көріп отырғандарыңыздай. 8 марта деп жазып көрейік. Наконец-то. Міне, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай бір жарнаманы көрдік, ұстадық. Енді осыны көшіріп жазамыз, тап осылай. Не знаете, что подарить на 8 марта, дейді, тогда берите цветы, дейді. Тап осыны біздер өзіміздің жарнамамызға шығару үшін, тап осылай жазу үшін. Мынаны көшіріп салу керекпіз. Көшіріп салсам. Ай-5 бұл компания. Көрдіңіздер, міне. Бұл жерден сіздерге көрсетіп отыр, қай жерде жазылатын. Екінші заголовок жазамыз. Соны екінші заголовок. Үшінші заголовок. Көрдіңіздер, мінекей, шықты. Мына жерде де солай тұр. Енді лучшие цены, тағы да басқа акцияларды 80 әріп жазылу керек. Біздерде 90 әріппе қазір көреміз. 90 әріп, 90 символға біздер осындай сөз жазамыз. Яғни бұл жерде көріп отырғанымызда қызыл шығып тұр, яғни 90 символдан асып кетті деп тұр. Бұны алу үшін біздер екінші жолға көшіре аламыз. X-ті басамыз, Ctrl-X, Ctrl-V. Көрдіңіздер, бұл жерде әлеменде 60-тай символ бар жазатын. Сондықтан доставляем вовремя бесплатно. Осы сыйлық керек ау деп ойлаймын, көрейік. Дәл өзі қалай ұқсап отыр ма шыққанға? Немесе осыны компьютерде қалай көрініп тұратынын өстіп көре аламыз.
Мінекей. Енді круглосуточная поддержка, быстрая доставка, гарантия качества, приемлемые цены дейді. Акция, скидка деген бар. Бұлардың барлығын біздер қосымша жазу болады. Жаңа айтқан уточнение деген. Сол жерге енгіземіз. Ал объявлениеда тек қана осы ғана жазылады. Телефон астында көрсетіліп тұрады. Міне көрдіңіздер, телефонында шығып тұрады. Яғни бұны басқан кезде сіздің телефон номеріңізге звонок барады. Параметры URL объявление деген бар. Бұл дегеніміз не? Бұл жерге біздер шаблон отслеживания қоя аламыз. UTM метка дейді. Ол қалай жұмыс істейді? Ол мысалға сіздің сайтыңыз бар. Сіздерге сол сайтқа UTM метка қоясыз. Сосын сол арқылы сол UTM меткісін осы жерге қойып қойсаңыз, онда сіз өзіңіздің сайттан келген заявкалардан қай жерден келіп жатқан біле аласыз. Мысалға ол Google-дан келіп жатырса, сіз Google-дікін жазып қоясыз. Енгізіп, осы UTM метка арқылы жасалынады. Немесе сіз Instagram-да, Facebook-та жарнама беріп жатырсыз. Соның қайсынан келіп жатқан дұрыстап анықтау үшін, аналитика жасау үшін сіз осы UTM метка арқылы жұмыс жасайсыз. Ол үшін біздер жай ғана сізге көрсетіп кетейін. Видео ұзақ болып кетсе де, ақыры енді пайдалы болсын. UTM метка utmurl.ru деген сайтқа кіреміз. Сол жерге біздер өзіміздің жаңағы каналымыздың ссылкасын, мысалға сіздің сайтыңыздың ссылкасын қоямыз. Және де бұл жерге Google деп жазамыз, ағылшынша. CPC бұл клик үшін деген сөз. Екіншісі бізге бұл Google-дың жарнамасы деген сияқты. Google Ads деп қойайық. Одан кейін кілттік сөздер бойынша немесе группа объявление бойынша сіз өзіңіздің қалаған сөзіңізді жаза аласыз. Мысалға бір деп қоям. Сгенерировать ссылку. Және де мына жерде ссылка алынды. Ұзақ ссылкасы және де қысқа ссылкасы. Көріп отырғандарыңыздай. Тап соны мен мына жерде шаблон отслеживания дегенге қоямын. Мінекей. Проверить десек те болады. Бұның барлығы қазір жұмыс істейді. Өйткені мен целевая страница найдена деп тұр, көріп отырсыздар. Закрыть деймін. Және де готово дегенді басамын. Міне көрдіңіздер, менің жарнамам дайын. Енді сохранить и продолжить деген кнопканы бастым. Бітті. Сіздің жарнамаңыз қосылды. Яғни оны Google бір жарты сағат, бір сағаттың ішінде тексереді, тексерістен өткізеді. Содан кейін барып, сіздің жарнамаңыздың барлығы дұрыс болса, жаңағыдай қателіктер болмаса, Google-дың заңына, шарттарына сәйкес. Соған сәйкес бұл жарнаманы қабылдайды. Перейти к компания дегенді өтейік. Бұл жерден сіздер өзіңіздің жарнамаңыздың статистикасын барлығын көре аласыздар. Мысалға группа объявление деген тұр. Енді біздер объявлениеға өту үшін мысалға объявлениеға барамыз. Көріп отырғандарыңыздай на рассмотрение деп тұр. Яғни бұл тексеріліп жатыр деген сөз. Біздер әзірге оны тоқтатып қойайық. Тоқтату үшін жерде көріп отырсыздар, жасыл кнопканың жанынан біздер басамыз и приостановить деген кнопка бар, соны басып қоямыз. Жарнама тоқтап қалды. Бұның маған жарнаманың қажеті жоқ, сіздерге түсіндіру үшін жасаған болатын. Сондықтан ендігі алдағы уақытта дұрыстап түсіну үшін сіздер YouTube-та орысша видеолары бар, көптеген видеоларды қарай аласыздар. Егер де нақты Қазақстанның нарығы бойынша қазақша видеолар керек десеңіздер, маған жазып жіберіңіздер комментарийға, толықтырып, бірнеше сабақ қылып, онда мен жеке-жеке түсіндіріп салатын боламын. Егер сіздерге ұнаса, видеоға лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Егер де Google-ға жарнама керек болса, жасатқыңыз келсе, нақты ұзақ жоспарда, онда менің жеке номеріме хабарласыңыздар, сипаттамада WhatsApp ссылка тұр, соған өтіп жаза аласыздар. Ендеше видеоға бүгінгі тақырып тәмам болды деп ойлаймын. Сіздерде бір хабар алған боларсыздар. Ендеше келесі кездескенше, алдағы видеоларда көріскенше, сол саламатта болыңыздар, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен сіздерден осыны күтемін.